Салам, урматтуу эксклюзив KG редакциянын көрүүчүлөрү. Биз азыр Астана шаарындабыз, Астана аренада. Бир нече убакыттан кийин мына бул жакта дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ачылышы башталат. Биздин канал менен болуңуз, биз сизге эксклюзивдүү видеону көрсөтөбүз. Улуттардын эми алдыңкысы экенин көрсөтөт деген үмүтүбүз бар. Биздин агалар, инилер, аталар, апалар бар деп эми бул көчмөн оюндарында өздөрүн көрсөтүүгө аракетин жасашат. Алардын арасында эми машык куруучуларыбыз бар, улуумундагы албетте. Аларды дагы кошо кеттик. Андан сырткары жаш спортчуларыбыз бар, көп көрүүчүлөрүбүз бар. Андан сырткары күрөштүн дээрлик көп түрүнөн өзүбүз эң соңунда чыгып келе жатканын көрүүбүз. Өзгөчө мелдештерге маанай коюп, бел байлап турган мамлекет. Азыр ачылыш аз эмин дагы менимче жакшы деңгээлде уюштуруп, бардыгы жайында мыкты деңгээлде өтүп жатат. Казахстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Kazakhstan, Kasim-Jomart Tokayev. Қадірлі қауым, құрметті спортшылар, бүгін көптен күткен байрақты бәсеке 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Баршаңыз қазақ жеріне қош келдіңіздер. Өзіңізді таныстырып кетсеңіздер. Мен атым Раушанбек, мен келіншегім Айнура. Атайын Монголиядан келдіңіз. Монголиядан Улан-Батордан келдік. Біз былтырдан бері пландаштып, келіп, билеттерді алып келдік. Қайдан болуызды. Қайсы емелерді көресіңдер, түрлерін, спорттың түрлерін? Обязательно көкбөріні көру. Көкбөрі? Күреш. Билет тапты алған ойындарға бара береді. Атым Айнура, ошо специально бияққа келдім. Астанаға. Чоң рахмат, достар. Чоң рахмат. Жолға осанда. Алға Қырғызстан. Мыңдаған шақырымдарды жалғаған дөңгелек, мыңдаған жылды араға салып, өз жолын жалғастырып келеді. Ашалып, түп нұсқада сақталған тарихы. Ата бабалардан қалған нашу ташқа басылған жазулар, өтір бұл біздің мұрас, азыркы учурга чейин сакталган. Тарых түп нускада калганын белгилөөдө. Жана азыр мына өзүңүздөр көргөндөй ташка атайын петроглифтер жазылып жатат, анимациялык кадр менен. Жана азыр 8 түшүп келе жаткан бул темир усталар. Жер жаһанда темір тауып, оны игеріп, икемдеу жөнінен көшпенділер оқ бойы алда. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта Қазақстан мен Орта Азияны мекендеген сақ тайпалары темірді өз қажетіне жұмсады.
ердің салты бес қару деген ұғымды тудырды. Соның арқасында қуатты мемлекет қалыптасып, наматтардың өркендеу дәуірі басталды. Көчмөндөр негізеле темирди табуу, аны өздөштүрүү жана экемдүү колдонуу жагынан алдыда болгондугун айтып өттү. Чоң чеберчилик менен тартып, калтырып кетишкени тууралуу маалыматтар айтылууда. Атайын духту көтөрүүчү аскердик музыка жаңырып жатат. Түндүк жатканын көрөбүз. Казак эли деп аталат күндүк бөлүк. 20 мүнөткө созулган атайын эпос деп аталган бөлүм эле жана анын мисалдары 6-чы Halkımızın көңілі дархан Тұнған арасам ол қасиетті жерім бар Қойнауы шежереме сырған тұнған Жігіттер мүр мінезі жарқылдаған Алмасай тараған көк бөріден тектелерміз Іске шебер сөзге мағым қиып түсер Алдаспан баба жолым болашаққа жеткізерміз Ол келім мекенім келі елім Дәстүрім алтын көмбе ғасырлардан сыр тартқан Тарихым тамыр жайған еңселімен Ерлерін елін сүйген халқын қолдабын қатқан Заманның ағамына ерсем деген Даланың ұландары қыран құсай Самғайды құлсыз өткен күркөнке қанат қағыр Арман жол сезімдерді армандарға жалғайды Қуат алып туған жерде қанаттанып Кіндік қаным тамған жер Атадан бата алған жер Қымбатсың маған үміттің ота жанған жер Ол келім мекенім келі елім Ізіп алған бабаларды қастерлі жерім Астана аренада жарықтардағы аға жараша өзгөріп жатқанын біз көрудеміз. Абырой аттуу топ азыр рух аттуу нашол тобу азыр батырлардын ролунда жана ошондой эле ардактуу кароолдун ролунда азыр өздөрүнүн кыймылдарын көрсөтүшөт. Бул жолку